Газдандыру, аймақты жандандыру, өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында Бөкей Ордасы ауданына қарасты 3 ауыл табиғи газбен қамтылды. Отын қамы бейнетке салып қыстан қымтырылып шығатын ауылдық ағайынның көрген қиындығы енді артта қалды. Ауданда атқарылған іргелес туралы толығырақ тілші тарқатады. Бөкей Ордасы ауданы облыс орталығынан 600 шақырым қашықтықта орналасқан. Шалғайда жатқанына қарамастан ауданның әлеуеті артып, халықтың тұрмыс сапасы жақсарып келеді. Мәселен, соңғы 1 жыл ішінде 12 елді мекенге газ құбыры тартылды. Ұзақ жыл көгілдір отынды армандап келген ауыл тұрғындары қазір мемлекеттік бағдарламаның игілігін көріп отыр. Газымызды қосып, үйіміз жылы, жақсы қуанып жатырмыз. Көп рахмет. Осындай жасқа келгенде осындайды көреміз деп ойламап едік енді. Жаңа жыл мерекесінде Бөкей Ордасына қарасты Жетібай, Көктерек және Тайғара ауылдарына көгілдір отын жеткізілді. Биыл аудандағы елді мекендерді газдандыруға республикалық бюджеттен 1 миллиард 770 миллион теңге қаржы бөлініп, 275 шақырым құбыр тартылған. Ал ауыл ішілік құрылыс жұмыстарына өңір қазынасынан қосымша 213 миллион теңге бағытталды. Бейсен округінің Көктерек ауылының тұрғындары елбасының әкеліп қамқорлығының арқасында өмір ата-бабамыз көрмеген мынау көгілдір отынды жағып, соның қуанышына кенеліп отырмыз. Жалпы өңірдегі ауылдық жерлердің 71% газбен қамтылған. Елді мекендердің әлеуетін арттыру бағытындағы жұмыстар өз жалғасын табады. Еркебұлан Смадияров, Ернар Шакенов, Айдос Кесимов, Ақ Жер телеарнасы.